Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Мен Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Тоқтамысова Наргиз сіздерге ұлт руханияты, бабалар аманаты бағытында орындалған жобамды таныстырғым келеді. Жобамның тақырыбы Ұлы Абай өлкесіне саяхат. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, ғұлама ғалымы мен ойшылы. Бір сөзбен айтқанда, қазақтың маңдайына біткен бір туар азаматы. Абай атамыз қазақтың кең байтақ даласындай шексіз ойларын қарасия мен ақ параққа жазып, біздерге баға жетпес мұра етіп қалдырды. Және бүгінгі таңда Абай туындылары қазақ әдебиетінің алтын сандығында ерекше орынға ие. Біз жастар Абай атамыздың сөзіне қарап ой түзейміз, өзіне қарап бой түзейміз. Мен өзімнің әлем танып отырған Абайдың кіндік қаны тамған шырайлы өлкеде дүниеге келгенімді мақтан етемін. Биыл 2020 жылы Абай Құнанбаевтың дүниеге келгеніне 175 жыл толып отыр. Атаулы мерейтой тек қазақ елінде ғана емес, төрткүл дүниенің бірқатар елдерінде тойлануда. Абайды қанша оқып білсек те, толығымен зерттеу мүмкін емес. Абай мәңгілік тақырып және ешқашан өзектілігін жоғалтпайтындығына сенімдімін. Танымдық экспедицияның басты мақсаты оқушыларды тарихтан сыр шертетін құнды жәдігерлермен таныстыру. Абай қолданған заттарды өз қолдарымен ұстап, Абай өмір сүрген заманның атмосферасын сезінуге мүмкіндік сыйлау және болашақта пайдалы болатын ақпарат беру. Менің жобамның арқасында оқушылардың Абайды танып білуге деген қызығушылық оянып, олар Әуезов сипаттаған керемет табиғат көрінісін өз көздерімен көреді. Жоба нәтижесінде оқушылардың қызығушылығын арттыратын танымдық анимациялық видео жасалынды. Ендеше қазақтың бір туары дүниеге келген өлкеге бірге аттанайық. Біздің маршрутымыз Семей қаласынан бастау алып, Бөрлі, Жидебай мекендерінен асып өтіп, Қарауыл төбесіне дейін созылмақ. Сапарға автобуспен аттанамыз. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Азия Авто акционерлік қоғамымен келісімге келуді ұсына аламын. Білуімше, бұл кәсіпорында оқушыларды тасымалдауға арналған арнайы автобустар қызмет етеді. Жидебай Семей қаласынан 180 шақырым қашықтықта орналасқан. Жолға шамамен 3 сағат уақыт жұмсалады және біз бұл уақытты тиімді өткізуіміз керек. Көзіңізге кері әсері тимес үшін көлікте кітап оқып, ұялы телефон қолданбағаныңыз жөн. Ал ұйықтап қалсаңыз, сапарымыздың бар қызығынан құр қалатыныңыз сөзсіз. Біз қазақ әндері жобасы аясында халық әндерін қайта жаңғыртып, бірге ән шырқаймыз. Сапарымыз Ұлы Абаймен байланысты болғандықтан, қазақтың Абай тақырыбында шағын викторина ұйымдастырамыз. Сонымен қатар, көпшілікке таныс ойынды 100 кітап жобасымен байланыстырып, қызықты әрі танымдық ойын ойнаймыз. Дәл осылай, біз сапарымыздың алғашқы аялдамасы Абайды әлемге танытқан Абай жолы роман эпопеясы дүниеге келген өлкеге келіп жеттік. Бұл өлке қасқырлы мекен болғандықтан Бөрлі деп аталған. Бөрлі Мұхтар Әуезовтың жастық және балалық шағының алтын бесігі. Мұражай үй 1987 жылы жазушының 90 жылдық мерейтойына орай ашылған. Қазіргі таңда мұражайда 250-ден астам экспонаттар сақтаулы тұр. Соның ішінде ең ерекшесі Мұхтар Әуезов өзінің 60 жылдық мерейтойына орай туған жеріне келгендегі жерлестерінің алдында сөйлеген сөзінің таспасы. Біздің келесі аялдамамыз Еңлік Кебек кесенесі. Билер сотының қатыгез кесімі бойынша қайтыс болған 2 жастың мазары бүгінгі таңда ғашықтар символына айналған деседі. Оқушылар Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Мұхтар Әуезов сипаттаған табиғат көрінісін өз көздерімен көріп, трагедия орын алған өлкемен танысады. Кейіннен Жидебай қорымына жол тартамыз. Ең алдымен Абай атамыздың мұражай үйімен танысайық. Қыстақ 5 бөлме 2 дәлізден тұрады. Бұл негізінен Құнанбай қажыдан мұрагерлік жолмен Оспанға берілген қара шаңырақ еді. Алайда 1892 жылы Оспан ерте жаста өмірден қайтып, Абай Оспанның 3 әйелінің бірі Еркежанды әмеңгерлік заңы бойынша алады. Қыстақты өз жоспары бойынша қайта салғызып, 1894 жылы туған жеріне қайта көшіп келеді. Өмірінің соңғы 10 жылын Абай атамыз Жидебайда өткізген. Мұражай үй ерекше жәдігерлерге толы. Соның ішінде ең ерекшесі Ұлжанның Абайды 40 күн бойы шомылдырған жезлегені мен Қазмойын құманына дейін сақталған. Ендігі кезекте Абайдың 2 анасы мен ағасы Құдайберді мазарына барамыз. Бұл жерге шығыс стилінде ескерткіш орнатылған.
Абайдың ұлы тұлға болып қалыптасуында Зере мен Ұлжан және ағасы Құдайберді ерекше рөл атқарған. Біздің келесі нысанымыз әлем бойынша үлкендігі жағынан бірінші орын алып тұрған космостық құрылыс Абай Шәкәрім мемориалдық кешені. Абай мен Шәкәрімнің мұнаралары сырттай бірдей болып көрінгенімен өзіндік ерекшеліктері бар. Атап айтқанда, Абай мұнарасы 32,5 метр биіктікте, ал Шәкәрімдікі 31,5 метр биіктікте салынған. Ескерткіш ішіне кіргенде, Абай мұнарасының төбесі күн тәрізді, ал Шәкәрімдікі ай тәрізді етіп жасалынған. Қазақтың күні мен түнінің тыныштығы үшін қам жеген дара тұлғаларымыздың ескерткіші поэзия айдынында баяу жүзіп бара жатқан қош желкен тәрізді етіп жасалынған. Біздің соңғы аялдамамыз Қарауыл төбесі. Бұл жерде Құнанбай қажының таза мыстан және Абайдың таза қоладан құйылған ескерткіштері орнатылған. Туристердің айтуы бойынша Абай ескерткіші Қазақстанның басқа аудандарына қарағанда ерекше етіп құйылған және оны тек ескерткіштің жанына барып байқауға болады деседі. Сонымен қатар, жоба нәтижесінде зерттеу нысандары жайлы ақпарат қамтитын буклет дайындалды. Буклеттің сыртқы бетінде Абай атамыздың және зерттеу нысандарының суреті бейнеленген, ал ішкі бетінде зерттеу нысандары жайлы ақпарат жазылған. Жобаның теориялық құндылығы ретінде менің жобамның арқасында оқушылардың толымды ақпарат алып, Абай басқан топырақты басып, сол заманның атмосферасын сезінетінін атап өткім келеді. Мен өзімнің зерттеу жұмысымның нәтижесінде жинақталған ақпаратты мектептің кітапхана қорына және Абай кабинетінің қорына дидактикалық материал ретінде ұсынамын. Оқушылар жеке шығармашылық тапсырма орындау барысында және сабақ кезінде шағын жинақтан толымды ақпарат ала алады. Мен жобамның оқушыларға зор пайдасын тигізетініне кәміл сенемін. Абайды танып білу әрбір қазақ азаматының міндеті. Абай мәңгілік тақырып. Назарларыңызға рахмет.